не үшін бұлай болғанын төменге комментарийге жазып кетсе, FM-нен сыйлық ұтты. Сәлем болашақ грант-иегері, байланыста FM онлайн. Бүгінгі мамандықпен таныс рубрикамызда математика пәні мұғалімдері туралы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Жалпы ең төзімді мамандық иелері ол математиктер деген қағида бар, және ол жалған айтылмаса керек. Себебі оқушы мектепке алғаш барғаннан бастап, сол мектепті аяқтағанға дейін білім беретін ең төзімді мықты мамандық иелері ол осы математика педагог мамандары. 2023-2024 жылдары бұл мамандыққа 167, 471 грант бөлініп, оның максималды балы 136, 24 жылы 138 балды құрап, ал сәйкесінше минималды балл 125 пен 123 балды құраған болатын. Жалпы бұл мамандыққа қазіргі таңда елімізде 26 жоғары оқу орны даярлайды. Оның ішіндегі топ 5-і Абай университеті, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Сүлеймен Демирел университеті, яғни СДУ, және де Астана халықаралық университеті. Енді барлығына қызық болатын осы мамандықтың орташа айлық есебіне тоқталар болсақ, айына 300 мың теңгеден жұмыс жасайтын орнына байланысты 700 мың теңгеге дейінгі аралықты қамтиды екен. Ал жұмыс жасайтын орындары әдеттегідей білім беру орталықтары, үлкен мектептер және де жоғары оқу орындары. Ал бұл мамандыққа түсудің ең алғашқы шарты ұбт-да бейіндік пән етіп математика, физика пәндерін таңдап, оған FM-мен бірге жүйелі түрде дайындықты бастау. Ендеше сәттілік, келесі кездескенше. Барлықтарыңызға сәлем, мен 2024 жылғы FM түлегі Мажитова Аяулым. Қазіргі таңда FM-нің көмегімен математика педагогика мамандығына түскен болатынмын. Қазіргі таңда Қазақ ұлттық қыздар педагогика университетінде оқимын, және де осы мамандықты таңдаған себебім оқушылармен тікелей байланыс, жұмыс және математиканы терең игеру. Мен күткенде университетім енді бау болған жоқ, но все же осыған түскеніме өкінбеймін. Әлі де студенттік шақтарды басынан өткіземін деп ойлаймын. Университетте қана 2-ші апта болды оқып жүргелі, әлі де математика пәндерін, нақты пәндерін өтіп жатқан жоқпыз. Тек қана бастамасын көріп жатырық, сондықтан алда бізде қиын болады, немесе қиналып кетеміз, оқымаймыз, шығып кетеміз деген ойлар туындамайды деп ойлаймын.